Қуанбайсыз ба? Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Алдын жариялаған бір адамды таңдап тегін емдейміз деген жобамыз соңына келді. Тамам, аяқтадық. Осы жоба бойынша барлық шарттарды дұрыс орындап, шағымдарын айтып, видео жіберген 18 адам болды. Жіберген адамдардың ішінен бір адамды таңдадық, шағымдарын тыңдадық. Бірнеше жерінде ауру сезімдері бар, белі, мойны және буындары ауырады екен. Әрі өзі көп балалы ана, емге уақыты онша болмай жүр, мүмкіндік болмай жүр. Сондықтан біздің мынау жобаны ашқан барлық талаптарымызға сәйкес деп ойлаймыз. Қазір сол кісіге хабарласып, қуанышты хабарды жеткізетін боламыз. Егер өзі келісім беріп жатса, мүмкін келген кезде OTIDO барлық ем процесін бәрін түсіріп, сторисқа салып отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, қолдап қойыңыздар, мүмкіндігінше, және видеоларымызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазір звондап отырмыз. Хабарласып. Алло, саламатсыз ба, Салтанат ханым? Сәлеметсіз бе? Мен доктор Айдос Шипа клиниктен. Жақсы. Салтанат ханым, біз анау жаңа жоба бойынша хабарласып тұрмыз. Сізді таңдадық тегін емге. Құттықтаймыз. Рахмет. Енді бір уақытыңыз болса, өзіңіз қалаған уақытыңызда келіп, еміңіз алсаңыз болады. Бірінші өзіңіз бір консультация жүргіземіз, қараймыз, және соған қарай қанша күн емделесіз, бәрін тағайындаймыз. Жақсы, рахмет. Бір ауыз маған жазып қоясыз, келетін кезде или хабарласып қойыңыз, иә? Мына күні келеміз. Жақсы. Алла шипа берсін. Рахмет. Қуанбайсыз ба? Жақсы, рахмет. Қуанам, енді әрине. Мен үлкен ұлым сұрап жүрген, мама қашан болады екен? Жауабы не болды деп. Болды. Жақсы. Күтеміз. Рахмет. Жақсы. Жақсы. Хабарластық. Енді Салтанат ханымды осында күтеміз. Қалай келеді, қарап тексеріп, аурулардың себебін анықтап, ем тағайындаймыз. Және сөз бергендей, толық физиотерапия, реабилитация, уколдары болсын, барлығы тегін болады.